Сәлем қыздар, дәл осындай дәмді лағманды бірге дайындайық. Кеттік. Алдымен азық-түлігімізді жақсылап жуып, тазалап ашып аламыз. Одан кейін көкөністерімізді қалауымызша тураймыз. Мен тамағымның дәмді әрі тез піскенін қалаймын. Сол үшін көкөністерімді ұсақтау етіп турап шықтым. Және қазіргі таңда лағманның түрі өте көп, сондықтан өзіңіз қалаған көкөністерді қоса берсеңіздер болады. Мен ерекшелігі үшін бұған капуста және сарымсақ қостым. Және басты құпия осындай шойын қазанды таңдаған жөн. Алдын ала қыздырып, майымды құйып, сосын етім кішкене қызарғанша қуырып алдым. Сосын барып мен пиязды саламын, себебі кішкене қуырылған еттің үстіне пиязды салсаңыздар, пияздың суы шығып, қатты болып тұрған етті жұмсартады. Жақсылап асықпай, жай отта қуырамыз. Етті қуырғанда абайлаймыз, күйдіріп алмаймыз. Егер қатты отта пісіретін болсаңыздар, онда еттеріңіз қатты болып қалады. Сосын ретімен жайлап, пиязымыз сарғайғаннан кейін сәбізімізді қосамыз, оны да жақсылап жұмсарғанша қуырамыз. Сосын капустамызды саламыз, бір араластырып аламыз да, одан кейін үстіне қызанақты және сарымсағымызды қосамыз. Бұның барлығын қатты отта қуырып алсаңыздар болады майға. Сонан кейін үстіне дәміне қарай тұз қосыңыздар. Менде бір қасық құрғақ томат болды. Сіздер сұйық томат қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады, бірақ түсін кішкене қызартады. Сосын лағманға арналған дәмдеуіш. Сосын су қостым. Егер сіздер жидкий лағман қаласаңыздар, суын көбірек қос. Сорпасы қайнағаннан кейін осылай картоптарды салып, жай отта қайнатып аламыз. Көкөністері барлығы піскеннен кейін бетін жауып қоямыз. Келесі ыдысқа су қайнатып, тұз салып, оған лапшамызды саламыз. Менде лағманның лапшасы болған жоқ, сондықтан спагетти қайнатып жатырмын. Қолымнан лағманның қамырын созу келмейді, өкінішке орай. Спагетти менде өте дәмді болады. Мен 13 минуттай қайнатып, барлығын сүзіп алдым. Сүзгеннен кейін кішкене бір шай қасық сұйық май қосып, араластырып аламыз, ол жабысып қалмас үшін. Бұл көрсетілген рецепт бойынша